Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Мадина. Бүгін өзіңді өзің қабылдау, жақсы көру тақырыбында әңгіме өрбіткім келіп отыр. Жалпы мен психологиямен айналысқаныма 10 жылға таяқапты. Осы 10 жылдың ішінде әртүрлі кітаптар оқыдым, аудио тыңдадым, видеолар көрдім, өзімді мазалаған сұрақтарды табуға талпындым. Және белгілі бір нәтижелерге жеттім. Өмірімде өзгерістер пайда бола бастады. Және мен нәтиже бар деп айта аламын. Себебі мен 8 класста ма 9 класста осы психологияға келдім. Сол кездегі өзімнің самооценка дейді ғой, өзімді қабылдау мен қазіргі кездегі өзімді қабылдау екеуі аспан мен жердей. Сол себепті бұл осы 10 жылдың ішінде алған білімім далада қалмас үшін YouTube каналымда алған біліммен бөліскенім дұрыс деп шештім. Жалпы өзін төмен бағалау қазақ қоғамында кең тараған. Себебі әрбір жанұяда байқап тұрсаңыз, ана көршінің баласы қараш, қандай ақылды. Біздің бала топас, ақымақ, оқымайды сабақты дейді. Немесе ана Қатираштың қызын қараш, қандай әп-әдемі, біздің қызымызды қараш, мұрны картошкадай деп салыстырып жатады. Ал біз білеміз, 3 пен 6 аралығында баланың миы губка сияқты бәрін қабылдап алады. Міне осы программа ретінде жазылады, жәнегі ата-аналарымыздан жазылып қалған программалар біздің өмір бойымызға әсерін тигізеді екен. Ол жалпы барлық сфераларымызға әсер етеді. Отбасымызға, қарым-қатынасымызға, басқа адамдармен, жұмысымызда, өмірдегі жетістіктерімізге осы өзіміз қабылдау, бағалау әсер етеді екен. Өзімізді бағалау төмен екендігінің, немесе самооценка дейді ғой, соның төмен екендігінің көрсеткіштері келесі пункттер. Бірінші, егер де сіз басқа адамдардан өзіңізді төмен санасаңыз, ақылсыз, ұсқынсыз санасаңыз, немесе салыстырсаңыз, мен одан қарағанда жаманырақпын ғой деген сияқты ойлар болса, өзіңізден ұят сезімі, жерге кіріп кетсем, өзіңізден ұяласыз, сол сезім болса, яғни сіздің өзіңізді қабылдауыңыз өте төмен. Екінші пункт, ол сіздің ішкі диалогыңыз. Біз кей кезде байқамай жатамыз, бірақ тыңдап қарасаңыз, әрбір адамның өзінің ішкі диалогы болады екен. Мысалы, сіз жағдай болып қалады, немесе керісінше өте бақытты сәттер болады. Мысалы, келеңсіз жағдай болған кезде өзіңізге тыңдап көріңізші, өзіңізді. Сіз өзіңізге не деп айтасыз? Ой, тупица, ақылсыз, тағы да жолың болмады ғой, сен өмір бақи осындайсың, қолынан түк келмейді деген сөздер өзіңізге айтасыз ба? Өзіңізге сын пікірді көп айтасыз ба? Немесе керісінше өзіңізді мақтайсыз ба? Жоқ, мен ондай емеспін, мен қолымнан бәрі келеді деп. Осы ішкі диалогқа мән беру керек. Егер де ішкі диалогыңыз өзіңізді осындай сын пікірдің астына алсаңыз, яғни сіздің өзіңізді қабылдауыңыз өте төмен, самооценкаңыз өте төмен деген сөз екен. Міне, менде осындай жағдай болған. Мен өзімді төмен санадым, өзімді қабылдай алмадым. Бірақ осы 10 жылдың ішінде әртүрлі кітаптарды оқып, видео қарап, мен нәтиже алдым деп айта аламын. Ең бірінші, мен не істедім? Мен ең бірінші критиканы тоқтаттым. Келесі қарастыратын кеңестер менің өмірімді өзгертті. Менің самооценкамды жоғарылатуға көмектесті. Бәлкім сіздерге де көмектеседі. Бірінші, мен критиканы тоқтаттым. Жаңағы ішкі диалог болады ғой, сол кезде бір келеңсіз жағдай болып қалса, бір қолымнан бір нәрсе келмей қалса, мен
жамандай бастағанда тоқта деп өзімді тоқтаттым. Жалпы критика деген адамды құртады. Адам деген ол бір вакуум ішіндегі адам емес қой, иә? Жалғыз өзі, самооценка ол сізден ғана байланысты емес, сонымен қоса айналадағы адамдарымызға да байланысты. Егер де сіздің жақын адамдарыңыз сізді сынға ала берсе, сынай берсе, сіздің самооценкаңыз, өзіңізді қабылдауыңыз жоғары болып кетеді деген өте қиын. Ондай болған жағдайда оларға айту керек, маған бұл ұнамайды деп, немесе қоймаса бірнеше рет айтқаннан кейін ол адаммен алыстан араласу керек, иә. Жалпы адамның өзінің өзін қабылдауына әсер ететін 5 фактор бар екен. Жазып алыңыздар, немесе ойда сақтаңыздар. Жазып алсаңыз өте дұрыс болады. Біріншісі ол әдемілік, иә, әдемілік. Екіншісі ол ақыл. Үшіншісі жеткен жетістіктеріңіз, иә, жетістіктеріңіз. Төртіншісі мінез, құлқыңыз, мінезіңіз, иә. Бесіншісі ол сіздің ерекшеліктеріңіз. Ал енді не істейміз? Жаңағы жазған 5 пунктке, иә, әдемілік, ақыл және жетістік 10 пункттен жазамыз. Мысалы, әдемілікті алайық. Есіңізге басқа адамдардың айтқан комплименттерін немесе өзіңіз білетін ерекшеліктеріңіз жайлы жазуға болады. Мысалы, бірінші, менің шашым әдемі, иә, жылтырап тұрады. Менің өзімнің мұрным ұнайды. Менің көзім сондай қоңыр, күлгенде күліп тұрады. Менің тістерім ұнайды деген сияқты өзіңіздің әдемілікке қатысты 10 пунктті жазыңыз. Өзіңіз жақсы көретін, сізге ұнайтын. Келесі, мысалы, ақыл. Ақылға да солай 10 пункт жазыңыз. Абайдың өлеңдерін жатқа білемін, немесе мен ағылшынша білемін. Сонымен қоса, менің детективтік қабілеттерім бар, мен өте терең ойлаймын деген сияқты пункттерді жазып шығыңыздар. Ал тағы да ерекшелік деген бар, иә, ең соңғысына барай, қалған өзіңіз ойлайсыз, ойланасыз, жазасыз. Мысалы, ерекшелік, сізге ғана тән қандай ерекшеліктер бар? Мысалы, сіздің даусыңыз бар, немесе сіздің күлкіңіз әдемі, немесе менің актерлық шеберлігім бар деген сияқты 10 пунктті жазып шығасыз. Бұл тізім әрқашан сіздің көз алдыңызда немесе жақын жерде тұрғаны дұрыс. Мысалы, мен ең басында осыны практиковаться етіп жүргенде ұялы телефоныма жазып қоятын, заметкенің ішіне. Немесе сіз бір бет қағазды алып, осы тізім қол астыңызда болғаны дұрыс. Не үшін? Мысалы, бір келеңсіз жағдай болып қалады, бір проблемаға тап боласыз. Жұмысқа алмай қойдық дейік сізді, иә? Сіз интервьюдан өтпей қалдыңыз. Сіз тағы бастайсыз. Ой, менің жолым болмайды, қандай ақылсызбын, мен сондаймын деп өзіңізді жамандай бастаған кезде, стоп, тоқта. Зато мен достиженияңызды есіңізге түсіріңіз. Зато мен мынау мектепті алтын белгіге бітірдім, немесе мен дзюдодан мынандай орын алдым. Өзіңіздің жаңағы жеткен жетістіктеріңізді есіңізге түсіріп отырыңыз. Немесе сізді бір қыз тастап кетті, немесе жігітіңіз тастап кетті. Сіз өзіңізді тағы өзіңізді жек көре бастайсыз. Өзіңізді тоқтата біліңіз. Тоқтатып, стоп, жоқ. Зато мені, мысалы, ана жігіт жақсы көрді. Ол авторитетный болатын. Немесе ана қыз жақсы көрді мені деген сияқты нәрселерді еске түсіріп отырмыз, иә? Тағы қандай мысал келтірсем болады?
кез келген жағдайда мені критикадан немесе өзімнің самооценкамды түсіруден құтқаратын екі сөз бар. Ну и чё? Орысша, иә? Ну и чё? Және зато деген. Мысалы, бір мысал алайық. Мен қап-қарамын ғой деп өзіңізді критиковать етіп жатсаңыз, сын айтып жатсаңыз, и чё? И чё? Мен қарамын, ладно. Содан кейін зато деп өзіңіздің ерекшеліктеріңізді, өзіңіздің әдемі жақтарыңызды еске түсіріңіз. Мысалы, мен қап-қарамын ғой. Зато менің көздерім күліп тұр әдемі. Зато менің скулым әдемі. Немесе зато менің шаштарым әдемі. Зато мен ана университетті алтынға бітірдім. Өзіңнің жетістіктеріңіз, барлық жақсы жақтарыңызды есіңізге түсіріп отырсаңыз, сіздің самооценкаңыз көтеріледі екен. Сол жаңағы тізім әрқашан сіздің қол астыңызда, көз алдыңызда болғаны дұрыс. Себебі бір келеңсіз жағдайларда алып шығып қарайсыздар. Сіздің санаңызға, бейсанаңызға шегеленіп қалғанша, менің тарихтан беретін мұғалім сөйтіп айтпақшы, шегеленіп қалғанша сіз сол тізім сіздің жаныңызда болу керек. Жалпы айтады ғой, 21 күннің ішінде белгілі бір habit деген емет, привычка, белгілі бір привычка сізге қалыптасады. Міндетті түрде өзіңізге жылы сөздерді, өзге жағымды сөздерді айта жүріңіз. Әсіресе айнаға қарап айтылған, көзіңізге қарап айтылған сөздер сіздің бейсанаңызға, санаңызға тезірек кіреді екен. Одан кейін естеріңізде сақтаңыз. Сіз Алланың жаратылысыз. Аллах тағала жаратқан әрбір нәрсе үйлесіммен жаратылған. Сіз сұлусыз. Және өмірде 7 миллиард адам бар. 7 миллиард ба, қанша, мысалы, жер беті қанша жыл өмір сүріп жатыр? 7 миллиардтан астам уақыт өмір сүріп жатыр. Сол жерде, сол кезден бастап, осы жылдар бойы дәл сіз сияқты, дәл сіздің көздеріңіз, сіздің еріндеріңіз, сіздің дәл сіз сияқты ойлайтын адам ол дүниеге келмеген. Қайталанбайтын Алланың жаратылысысыз. Сіз өзіңіздегі ең қымбат адамсыз. Сіз гауһартассыз. Осыны ұмытпаңыз. Өзіңізді жақсы көріп жүріңіз. Қош сау болыңыздар. Бай-бай.